Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Менің достарым мені көп боқтайды деп айтады. Яғни мен көп боқтаймын деп, мен көп боқтаймын. Бұны қалай жеңуге болады, қалай боқтауды қоюға болады? Миллион баксқа, әдеттегідей миллион баксқа тұратындай сұрақ, өте керемет сұрақ достар. Ендеше дәл осы сұраққа бүгін жауап беретін боламыз. Бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарияға дәл осы сұрақтың жауабын өздеріңіздің ойларыңыз, өздеріңіздің лайфхактарыңыз, өздеріңіздің өмірде өткен түрлі сабақтарыңыз бойынша жауап беруге тырысыңыздар. Көруге мысықтың дауысы естіліп тұр ма? Кеттік. Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Инстаграм тіпті пайдалы. Бұдан да пайдалы. Инстаграм енді ютубта пайдалы, инстаграмда пайдалы. Инстаграмда дополнительно пайдалы. Описанияда ссылкасы. Және де бұл болашақ мұғалімдер арнасы. Кетіп бастаймыз. Боқтауды қалай қоюға болады? Менің өзімнің өмірлік жолым бойынша енді шүкір мен қатты боқтамадым. Алла өзі кешірсін. Бірақ бір моменттерде болды, енді болады ғой. Аты қалай еді? Мен тіпті атын ұмытып қалдым. Болады ғой, бір возрасттан екінші возрастқа кетіп бара жатсың, яғни поворотный возраст дейтін бе еді, переносный возраст дейтін бе еді, қандай возраст дейтін. Подростковый возрасттың әйтеуір бір бөлігі, сен кішкене есесің, сол кезде сен жаңағыдай ашуланшақ боласың, сен настроение болмайды. Білем, мен де датау олай сезілмеді, бірақ еске былай қазір сондай реально сондай бір психология бар ма деп қарап тұрсам, онда сол сияқты деп ойлап қоямын. Сол моменттерде мен өзім, енді менің достарым болады ғой, мектепте идеальный емес, в принципе, мектепте орта сен мектепте бір күшті орта бар деп мен айта алмаймын. Сыныптастардың өздері, яғни бүкіл сыныптың ішінде бір-екі сыныпқа шығар әдемі анандай ортасы жақсы, бірақ енді көптеген сыныптарда орталары жаман болады. Менде де бір сондай жаманшылықпен, енді Аллаға шүкір менің сыныптастарым жақсы. Қазір дегенде сол сыныптастармен баяғы бітірген сыныптастармен жақсы араласам, өте керемет, олар да өте керемет өзгерген. Бірақ именно сол моментте, дәл сол кезеңде солардан менде бір шығып кете берді, менде де ауызда сөздер. Уақыт өте келе мен жаңағындай білімім ашты, мен кішкене ақ пен қараны ажырата бастағаннан кейін мен бір арнаға тіркелген болатынмын, телеграм арнаға. Енді оған дейін мен қойып кеткен болатынмын. Бірақ сол бір телеграм арнаға тіркелгеннен бастап мен одан сайын жаңағындай өзімнің жақсы сөздерімді арта бастадым. Қандай сөздер? Бұл зікір сөздер, яғни Алланы мадақ мақтау сөздер. Арнайы телеграмда чат бар, чат дегенде арна бар, ескертуші және де салауат айт деген. Мен сол жерге тіркелген болатынмын. Енді оған дейін мен тағы да айтамын, оған дейін де мен боғау сөз айтпайтынмын, яғни сол каналға тіркелмес бұрын мен боғау сөз айтпайтынмын. Бірақ сол каналға тіркелгеннен кейін одан да жақсы сөздерім арта бастады. Яғни ол жерде әрбір 20 минут сайын жаңағындай зікір сөздер келіп тұрады. Мен айтамын уже автоматически, любой бір керемет көріністі қалыпқа, машаллах, альхамдулилля, аллаху акбар, алла, қандай керемет, жақсы сөздерім шыға бастады. Ал оған дейін мен қалай қойдым, яғни менің ойымша, сенің дәл қазір боғау сөз айтуыңды қою үшін, саған да дәл осындай жақсы сөздерді көбейту керек. Арнайы осындай зікір айт емес, яғни салауат айт, ескертуші деген арнаға тіркел, бұл саған максимально пайда береді. Бұл бір. Екіншіден, мен оған дейін қалай қойған ең, мен оған дейін просто өмірінде поведением жақсы болған еді, честно. Мен егер сенің өмірінде поведениең сенің сөзіне айналады. Сенің сөзің мінезіне айналады, мінезің сенің әдетіне айналады, әдетің сенің өмірлік поведениең сенің өміріне айналады. Мен сөздерді осылай түзете бастадым, сосын мінезімді түзете бастадым, мінезімді әдеттер арқылы түзете бастадым. Әдеттерді түзеттім, өмірінде қалпына келді, осындай круг болды. Осының арқасында мен боқтауды, оған дейін де бір қатты боқтамайтынмын, бірақ все-таки кішкене бір боқтау болсын, боқтауды қойып кеткен болатынмын. Менде осы достар, келесі видео гүршаға тиіп кетті. Міне. Келесі видеоға кездескенше достар, кездеспес бұрын міндетті түрде тинейджер клабқа қосылыңыздар. Тинейджер клаб бұл 3 блоктан тұратын менің авторлық курсым.
осы 3 блоктың ішінде біз қаржылай сауатты боламыз, біз жақсы әдеттер қалыптастырамыз, иә, жаңағыдай боқтамау үшін өздеріңіз де біліп тұрсыздар. Және де біз болашағымызды жазамыз, өмірлік болашағымызды өз қолымызбен жазамыз. Максимально пайда. Міндетті түрде тіркеліңіздер, толық ақпарат описанияда. Кетіп достар, келесі видеода кездескенше аман сау болайық.